Сәлем көрермен, менің Тараздан влогыма қош келдіңіздер. Жібек деген құрбымның съемкаларына, оның туған қаласына бардық және көп қызықтарды бастан өткіздік, сондықтан бастайық. Мен Мереге айттым, мен алдынан түсір деп ол шықты да, ал мен енді кірдім. Кездестік. Привет. Бұл қыз Астанадан отырды, мен енді Қарантау отырдым. Маған жолға кешкісін шыққан ұнайды, то есть түнімен жатып ұйықтайсың, демаласың, сосын таңертең уже сол қалаға жетесің. Көзімізді ашып, Сары Шаған деген жерге келдік. Ертең шөлдейтін түріміз бар, біз екеуміз мороженое алдық, пойызымызды міне. Ойбай. Жібекке сонша қуандық. Солай жібектің үйіне бардық. Мына жібектің балықтары. Сөйтіп боянып, домаланып, осылаймен жүріп алды. Сосын көшеге шықтық. Айтпақшы, осы видеоны мен случайно замедленный режиммен түсірдім, сондықтан күшті музыкамен қарсы алынды. Деген жібектің урозасынан кейін біз әрине сол мұнараға шықтық. Және Тараздың қандай әдемі қала екеніне тағы да куә болдық. Еще көне Таразға келдік. Қараңдар. Мынау кәдімгі болған қала. Жерді археологтар зерттеп тапқан. Күніде абадоп болғаннан кейін. Европада даже болмаған кезде олар құбырлармен қолданған. Прикиньте. Жаңа көрдіңдер ғой, Астанада біз курткамен жүрдік, мұнда Таразда ыстық. Сосын азамен шыққанбыз, солай шаршап кино көруге келдік. Судзуме открывающие двери деген керемет, достар. Завтра. Все, біздер жылап бітірдік. Жаңа бізге де мына тұрған ұлдар қараңдар, үш очкарик деп, короче, үстімізден күліп атыр. Таңғарандар. Мұнда Қарахан баба кесенесі, мұнда әдем саябақ бар екен. Күшті, прям. Сосын тамақ жеуге осындай күшті кафешкаға келдік. Солай қарнымызды тойдырып, мына, кстати, Акимат. Үйге қайтып бара жатырмыз. Жаяу. Жолдан өтіп. Қарнымызды тойдырып. Біз моти жеп жатыр, да, үлкен алақандай. Это так вкусно! Осылай тамақтан тамақ. Біз Жібектің құрбысының үйіне келдік. Вот осылай Мерей екеуміз Жібектің подругасының үйінде отырмыз. Біз аман-есен сценарийді распечатка істедік. Түн ішінде осылай әңгіме айтып жүрміз. Мен вот жаңа видео түсірдім ғой, сол пауза басқалы бізге итте деген жүгіріп келді. Ана жақта дауыстар, не статыстар ма жоқ па. Сосын біз қорқып такси шақыртып жатыр. Такси, то есть былай барасың, жай үй бұрыласың, уже үй. А такси шақырып жатыр 200 теңгеге. Вот ешқашан мынандай ұстап көрмеген, жеп жеңіл екен ғой. Ауыр деп ойлағам. Ура! Осылай біз съемканы бірінші күн бастады. Осылай үйден шықтық. Мектепте съемкалар. Сондықтан осылай Жібектің бұрынғы оқыған мектебіне келдік. Таразға келуіміздің себебі ол Жібектің курсовой фильмін түсіру, оған көмектесу. Осылай қастарында жүрдім көмектесіп, второй режиссер болдым, ассистент режиссері. Короче, разнорабочий болып, Мерей екеуміз көмектесіп жүрдік. Солай целый күн мектепте түсірдік, азаннан кешке дейін. Интервью. Шаршадық енді. Первая смена, еще жесткая первая смена. Сосын солай съемкаларды аяқтадық, барлық күндерін түсіріп.
сосын тарас кетті, тоже қайтты осылай. Бағана ше біз әдейі тұрдық та, осы проводник тексереді билеттерді, ешкімнен өзі удостоверение сұрамады да, бізден ғана сұрады. Удостоверение сендердікі ма деп, бізді кішкентай қыздар деп ойлап отыр да. Хогвартсқа баратыр. Дәл Гарри Поттердің купесі. Қазір мұнда Гермиона кіреді. Unpacking check. Купеге тур. Бірінші ол Мири. Бұл мен подругам. Осы жердегі пассажир. Әзірге мына жақта 2 адам жоқ, но мы надеемся, что до конца адам жоқ болады, right? Сосын мұнда кровать, мұнда менің төсегім. Мұнда айтатыным, мына жақта мата басқаша деңгейде. Прям на очень классные. Мына жақта терезе, который ештеңе көрінбейді. Только өзіміз ғана көрінеміз. Мына жақта мынандай коверлар. Типа. Мына жақта мынандай киношный вайб. Осылай күшті фотоға түсіп алдық. Сосын барлық менің фотоларымды, вообще менің күшті контентімді мені инстаграмнан да көре аласыңдар. Өтініш подписаться етіңдерші инстаграмма. Қараңдар қандай әдемі. Бүгін бізде пикник. Вот біздер қазір Жібектің фильмінің тұсауын кесеміз. Біздің қазір реакциямыз болады. Зачем баклажан еще, блин, бельмеем дедом? Потому что фиолетовый, ё-моё. Жазира? Сәлем көрермен, сіздерге мен Аросынхан. Бүгін біз Абай атындағы 26-шы мектепте түсірілімдер өткіздік Тараз қаласында. Режиссер Жібек Ашимова, оператор кім? Асан ба? Аян. Аян фильм сен осы ма, Аян? Прикинь. Вот, сіздердің болған мен Аросынхан. Және Жібектің сіңлісі Айша. Bye-bye. Bye.